Армысыз қымбатты тыңдаушы, эфирде киелі кеңістік бағдарламасы, микрофон алдында Дилбар Ерсайынқызы және бүгінгі баспаналы болғыңыз келсе тақырып аясында сұрақтарымызға жауап беретін, тұрғын үй тақырыбын зерттеп, мыңдаған адамдарға баспаналы болудың тиімді әдіс тәсілдерін түсіндіріп, кеңесін беріп жүрген эксперт Ұлан Дәулетқали, қош келдіңіз. Қош көрдік, шақырғандарыңызға рахмет. Ұлан мырза, әр отбасы баспаналы болуды армандайды, шаңырағы шаттыққа толып, босағасына береке орнап, бүгініне алаңдамай, жарқын болашағына нық қадам басып, арман мақсаттарына қол жеткізгісі келетіні сөзсіз. Бірақ сол баспаналы болу арман жүзінде, тек қана қиял жүзінде қалмас үшін не істеу керек және не істемеу керек? Кейде артық қыламыз деп тыртық қылатын кездеріміз де болады. Осы жайынан да әңгімемізді бастайық. Жалпы баспаналы болу деген ол қазіргі таңда әрбір жас отбасының, әрбір қазақ отбасының, әрбір Қазақстандағы тұрып жатқан отбасының басты мақсаттарының бірі ғой. Үй алу барысында құпия түк жоқ. Ең қарапайым ғана бір ғана тәсіл: баспаналы болғың келеді ма, ақша жина. Ешқандай мастер-классқа барып, күніне 24 сағат жұмыс істегеннен, миллион курс алып оқығаннан, коучтардан түрлі білім алғаннан, банктерді аралағаннан ешқандай пайда жоқ, егер де сіз қарапайым ақша жинауды әдетке айналдырмасаңыз. Ақша жинауды бастайсыз, әрекетке берекеттеп, еңбек етесіз, түбінде міндетті түрде мақсатыңызға жетесіз. Яғни оның барлығы бір қиялдан басталады. Мысалы үшін өзім 2019 жылы жалдамалы пәтерде тұрып жатып, 2018 жылда жалдамалы пәтерде тұрып жатып, армандай бастадым. Астанадан бір бөлмелі пәтерім болса ғой деп, ол кезде қаланың шетіндегі Ильинка дейтін районнан 7 миллиондық 20 шаршы метр болсын, өзімнің баспанам болсыншы деген арман қиялдан басталған. Ақша жинап, баспанаңа жақындаған сайын сенің арман қиялың сені жетелей береді. Одан да қатты еңбек еткің келеді. Ақшаны көбейгенін көріп, баспаналы болу жақындай түсті. Тағы да бір 4-5 ай жұмыс істесем, өзім үйім болады деген арман мақсат алдыға жетелейді де, ақша жинап әрекет етсеңіз, міндетті түрде өзіңіз қалаған баспанаға қол жеткізесіздер. Ақша жинау мәселесін айтқан кезде, көп тыңдаушыларымыздың ол 2 миллион табысым болса жинар едім, 200 мың теңгеден қандай ақша жинауға болады, қалай ақша жинауға болады деген сауалдарына осы жерде нақты бір жауабыңызды беріңізші. Мен енді бұл жерде кішкене келіспеймін. Көптеген адамдар анандай үйде отырады да, піс қазаным піс, аузыма түс деген секілді. Мен өзімнің баспанаға бағыт жолында келген ұстазым, өмірлік ағам деп айтсам болады, Дәулет Төлеутайұлы былай айтатын. Ол кезде қатты ұрсып айтатын да, сол жас отбасымыз ғой, 2018 жылы енді үйленіп Астанаға отбасымен келіп жатқан кезімде: көке, сен 24 сағат уақытың бар, сен жассың, сен энергияң бар, үйде жалпиып жата бермей жұмыс істе. Егер де сенің бір жұмысың табысы жеткіліксіз болса, онда екінші жұмыс істе, үшінші жұмыс істе деген сөздің шыны керек. Сол кезде әйелім екеуміз қандай жұмыс бар, соны алып істей бердік. Біз де ойладық, ол кезде мен айлық табысым шамамен бір 140-150 мың теңге болатын шығар. Онымен біз жалдамалы пәтеріміз төлейміз, 100 мың теңге. Неміс Виктордан пәтер жалдаған болатынбыз бір жыл бойы. Сол неміс ағамыз бізді жақсы тұрғызды деп айтсақ болады. Сөйтіп жүріп мен айттым: Дәулет аға, қалай жинаймын, ол мүмкін емес қой, қойыңызшы. Ары кетсе қалатын 40-50 мың, мен тамақ алуым керек. Жоқ, сен дұрыс мақсат қойған жоқсың. Егер сен мақсатын қоятын болсаң, уақытында тиімді пайдаланып әрекет ететін болсаң, жетуге болады деген. Тура солай келгенде біз бір жылда әйелім екеуміз екі жақтан жұмыс істеп, бастапқы жарынан жинадық. Сондықтан өзімнен жасы үлкен азаматтарға ақыл айтудан жоқпын, бірақ енді менімен шамалас, немесе менен кіші азаматтар бұл эфирді тыңдап отыратын болса, жас кезде, энергия бар кезде уақытты тиімді пайдаланып, максимал түрде жұмыс істеу керек. Сондықтан бір жұмыста, егер де 200 мың теңге табатын бір жұмыста істесеңіз, ол сізге баспаналы болуыңызға әлде септігін тигізбесе, яғни қосымша табыс көздерін іздеу керек. Қазіргі таңда жұмыс істейін дейтін адамға жұмыс өте көп. Мысалы үшін өз басым қазіргі таңда 3 жерде жұмыс істеймін. Оның барлығына мен барып 8 сағат, 9 сағат істемеймін. Бір жерде 2 сағат істеймін, бір жерде 3 сағат істеймін, бір жерде онлайн 1,5 сағат уақытым кетеді деген секілді. Яғни білімі бар азаматқа, өзінің скиллдарын көрсеткен азаматқа ол жұмыс кез келген жерден табылады. Мен сізге осы жерде бір қызық айта кетейінші. 2020 жылы пандемия кезінде менің күміс атты оқырманым бар, осы Астана қаласында, Көкталда тұрады. Ойлаңызшы, пандемия кезінде пирожки сатып 1 миллион теңге бастапқы жарна жинаған. Пирожки сатып қана. Сөйтіп өзінің жолдасы бар, жолдасына күнде айтады екен: мен ана ол кезде Дәулеттен дейтін парақшаны, Дәулет аға жүргізетін еді ғой, Дәулеттен парақшасын көрем. Мен енді шығып жатқан кезім Ұлан Дәулетқали болып, Ұлан дейтін ізбасары пайда болды, соның парақшасын көрем, консультация бар ештеңіз, ағамыз қол сілкейді дейді.
баста ақша жинай алмаймыз, қайдағы, ол мүмкін емес деген секілді қылып сөйтіп бір жылдан кейін аға өзі келіп тұрған ана күміс апайға айтып, күміс ана айтып жүрген жүгірмектеріңе апаршы, мен барып алғысымды айтайын. Мен шокпын, 3 айда отырып пирожки сатып, сол кезде мына Көкталда бізде авторазбор неме бар, базар бар, сол жаққа барып баласымен өзі пирожки сатып, жүгер сатып 1 миллион теңге таза пайда тапқан. Сөйтіп ол кісілер бастапқы жарнасын жинап баспаналы болды. Еще тағы да бір ұлын, ол университетте оқып жатыр, параллель түрде маркетплейстарға оқытып, ол бала қазір онлайн өзінің несібесін өзі тауып жатыр. Сондықтан әрекетке берекет, басты ұран. Әрекет етсеңіз мүмкін емес нәрсе жоқ. Тамаша. Енді ақша жинау туралы толығырақ жаңағы мәселені айтып өтіңізші. 200 мың теңге болса да, ақша жинау әдетін қалай қалыптастыруға болады адамдарға? Ақша жинау әдеті ол нақты бір мақсатқа жиналу керек. Біздің қоғамда ең бір қате пікір, біз ақша жинаймыз, андай жаман күндерге ғана жинаймыз. Ой, вдруг бізде анандай күн болып қалады, мынандай күн болып қалады. Жоқ, олай емес. Біз ақша жинаған кезде нақты бір мақсатымыз болу керек. Егер біз жаман күнге деп ақша жинайтын болсақ, ол жаман күнді өзіміз шақырып аламыз. Мен баспаналы болуға деп осынша салып отырамын. Мысалы үшін қарапайым түрде үй алғың келе ме, сенің ақшаң сенің қалтаңда емес, ол банкте жатып саған пайда алып келуі тиісті, пайыз жүргізу керек. Сол кезде ақша саған жұмыс істеп жатыр. Сондықтан ай сайын 200 мың теңге ме, мен тіпті өзімнің қасымдағы дос балаларыма да айтамын, жас кішкенелеріме де айтамын, көке жұмыс істейсің ба, 200 мың 100 мың теңге табасың ба, айына 20 мың теңге 30 мың теңге ақша жинауды әдет ет. 20-30 мыңнан сен жинап уже етің үйренгеннен кейін, шамамен 5-6 айдан кейін, оны ал да тағы да көтер. 20 ма, 25 мыңға шейін көтер, 30 мыңға шейін көтер. Міндетті түрде бізде айтады, қазекеңдерде кредит төлейтін кезде ғана ақша табылады да, жинайтын кезде ақша табылмай қалады. Соны айтамын, сен кредит алма, бірақ несиең бар секілді ақшаны депозитке салып отыр деген секілді. Әдетке айналдыру керек. Кез келген әдет ол міндетті түрде бір нәтижесін береді. Керемет. Қымбатты радио тыңдаушы, 8-700-101-40-00 бұл студияның телефоны. Дәл қазір біз баспаналы болғыңыз келсе тақырыбын экспертіміз тұрғын үй тақырыбын зерттеп, мыңдаған адамдарға баспаналы болудың тиімді әдіс тәсілдерін түсіндіріп, кеңесін беріп жүрген Ұлан Дәулетқали есімді азаматпен сұхбаттасып отырмыз. Сұрақтарыңыз болса, тағы да қайталайық, 8-700-101-40-00 нөміріне жолдаңыздар. Елімізде базалық мөлшерлеме 18%-ға өсті. Ұлттық банк төрағасы бұған елдегі қымбатшылық себеп болып отыр және инфляцияны тежеудің тиімді тетігі деп түсіндірді. Не айтасыз? Бұл енді базалық ставка деген нәрсе, ол ақшасы бар адамға пайдасы бар зат, ақшасы жоқ, несие төлеу жүрген адамға пайдасы жоқ зат деп қарапайым жалпақ тілде айтатын болсам осылай. Мысалы үшін ол жақта енді инфляцияны төмендетудегі басты мақсат логика мынандай ғой. Егер де сіз несие алу барысында несиенің пайызы жоғары болса, адамдар несие алмайды. Несие алмайтын болса, бағаның өсуі тежейді деген секілді логикалық тұрғыдан базалық ставканы өсірген болатын. Сонымен қатар мына жақында ғана жаңалық шықты. Елімізде жалпы мына жылдың мамыр айында қателеспесем, ипотека нарығында ипотека бойынша максималдық ставканы 20%-дан асырмауы тиісті дейтін заң қабылданады деп бір заң хабарлама шыққан болатын. Ол заң 1 қарашадан бастап іске қосылуы тиісті еді. Осы қараша жақындаған кезде бізде банктер айтты, базалық ставканы 18-ге шейін өсірді. Бізге потолок 20% ипотека беруге шектеу қойып тастаса, біз 2%-ға жұмыс істемейміз. Біз одан алып потребительский, яғни тұтынушылық қарыз бере береміз деді. Елімізде екінші деңгейлі банктерде екінші қайталама нарықтан үй алатын бағдарламаның барлығы тоқта қалды. Сөйтті де үкімет айтты, так, стоп, бізде базалық ставканы өсірдік. Қазір біз егерде 20% дейтін потолокты бекітіп тастасақ, ипотека нарығы жүрмей қалады. Сондықтан ол заңды 2026 жылдың шілде айына шейін ысырып тастады. Яғни қазір екінші деңгейлі банктер бірте ипотеканы беруді бастады. Бірақ базалық ставка өсу себепті, мысалы үшін бұл жаңалық шыққан базалық ставка 16,5% кезінде ипотеканы шамамен 19%-бен рәсімдей алсаңыз, қазір ол екінші деңгейлі банктер қайтадан іске қосып жатқан кезде 21%-ның айналасында. Ол өте үлкен пайыздық үстемақы. Сондықтан мен өзім оқырмандарыма да айтамын, радио тыңдаушыларға да айтатын бір кеңесім бар, кішігірім. Алғашқы баспана алу барысында алғашқы нарықтан үй алу тиімдірек. Себебі пайыздық үстемақысы төмен. Қайталама нарық өкінішке қарай бізде елімізде пайыздық үстемақы жағынан сізді киімсіз қалдырады деп айтсам артық айтпасым. Себебі өте ауыр тиетін болады. Алғашқы сұрақ келіп түсті. Армысыздар дейді. Жас отбасылар үшін ең қолайлы бағдарлама қайсысы?
жас отбасылар үшін ең қолайлы бағдарлама, былай парадокс ретінде айтсам болады, жас отбасы бағдарламасы емес. Мысалы үшін елімізде екінші деңгейлі банктердің бірінде, атауын айтпай қойын, жас отбасы дейтін бағдарлама бар. Жас отбасыға арналған болуы тиісті ғой, бірақ бастапқы жарына 50% құю керек. Көкелер жас отбасыға 50% ақша жинау үшін олар жоқ дегенде 10 жыл жұмыс істеу керек екеуі де. Онда біздің отбасы институты қалай дамиды? Біз демографияны қалай өсіреміз? Екеуі де жұмыс істейтін болса таңнан кешке дейін. Сондықтан жас отбасыларға мен өзім айтарым, бір жақсы екі бағдарламаны ұсынатын едім. Ол бірінші бағдарлама отбасы банк ұсынған наурыз ипотекалық бағдарламасы, екінші бағдарлама 2029 жылға дейін жалғасатын әлде тиімді 7-20-25 бағдарламасы. Наурыз бағдарламасында сіз бастапқы жарна 20% жинауыңыз тиісті. Егер де пәтеріңіз таза әрлеуде болса, тіпті 10% да жеткілікті. Ал 7-20-25 бағдарламасында бастапқы жарна 20% жеткілікті. Сондықтан жас отбасы осы екі бағдарламаны алдыға қойып, осы екі бағдарламаға әрекет еткені дұрысырақ. Ол екі бағдарламаның негізгі шарттарына қысқаша тоқталып кетейікші. Иә, 7-20-25 бағдарламасы мен келесі 2026 жылға топ 3 ипотекалық бағдарламалардың қатарына қосқан болатын өзімнің жеке тізімімде. Себебі бұл ипотекалық бағдарламада максималды үйдің құнын Астана, Алматы, Шымкент қалалары үшін 36 миллион теңгеге дейін өсірді. Яғни енді сіз, кешірім сұраймын, 30 миллион теңгеге дейін өсірді. Яғни сіз бұрындар ол лимит 25 миллион болатын, келесі жылдан бастап 30 миллионға ипотека аласыз. Бастапқы жарнаңыз 20% саласыз, жылдық үстемақысы 7%. Енді сандық тұрғыдан айтатын болсақ, сіз 30 миллион теңгеден дейін 6 миллион теңге салып 25 жыл максималды сұрақ қалатын болсаңыз, ай сайынғы төлеміңіз шамамен 180 мыңның айналасында шығады. Ол өте жақсы платеж. Бір бөлмелі пәтер алатын болсаңыз 110-120 мың теңге ғана құрайды. 7-20-25 бағдарламасының шарттары сіздің атыңызда, отбасы мүшелерінің атында соңғы 18 ай ешқандай жылжымайтын мүлік операциясы тіркелмеуі тиісті. Сонымен қатар 7-20-25 бағдарламасы арқылы сіз бұған дейін ипотека алмауыңыз тиісті. Осы екі шартқа сәйкес келесіз, бастапқы жарнаңыз бар, ресми түрде жұмыс істейсіз, 7-20-25-ке кезекке тұрып ипотека рәсімдеңіз. Күшті бағдарлама. Жас ерекшелігі 18 жастан бастап 60 жасқа дейін делінген, бірақ практикама сүйене келсек, 21 жастан 60 жасқа дейін делінген, бірақ практикаға сүйене келсек 21 жастан бастап шамамен 55 жасқа дейін ғана береді. Себебі банк ипотека төлеп тастаған кездегі қарыз алушының жасы 63-65 жастан аспауы тиісті дейтін шартты алдыға қояды. Наурыз ипотекалық бағдарламасына тоқтала кетсек, бізде елімізде биылдан бастап президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастамасымен наурыз бағдарламасының ішінен наурыз жұмыскер дейтін күшті бағдарлама бөлініп шықты. Ол бағдарлама қосылған кезде менің қуанғаным, мына қол еңбегімен сыртта жүріп күннің қақаған аязына қарамай еңбек ететін азаматтарды мәртебесін көтерудің бір жақсы тәсілі. Себебі мысалы үшін сыртта жүріп құрылысшылар қыс демейді, жаз демейді, жаңбыр демейді жұмыс істейді. Соларға баспаналы болатын керемет бағдарлама наурыз жұмыскер. Наурыз жұмыскердің наурыздан басты айырмашылығы, наурыз жұмыскерде сіз ешқандай конкурс ұяла бересіз. Яғни бастысы отбасы банкке барып, бірінші болып тіркелсеңіз болды, сізге ипотека береді. Бастапқы жарнасы 10-20%, бірақ кем дегенде 2 миллион теңге. Сіздің атыңызда, отбасы мүшелерінің атында соңғы 5 жыл жылжымайтын мүлік мүлде болмауы тиісті. Сонымен қатар жұмысшы мамандықтар қатарында жұмыс істеп жатқаныңызға кем дегенде 6 ай еңбек өтілі қажет. Осыған сәйкес келесіз ба? 18 жастан асқан азамат баспаналы бола береді наурыз жұмыскер бағдарламасы арқылы. Ал наурыз бағдарламасына кез келген азамат қатысады. Сіз жеке кәсіпкерсіз ба, декреттегі анасыз ба, сіз бір тода жұмыс істейтін жалдамалы жұмысшысыз ба, сіз жазушысыз ба, дәрігерсіз, маңызды емес. 5 жыл сіздің атыңызда отбасы мүшелерінің атында үй жоқ, ресми жұмысыңыз бар, бастапқы жарнаңыз кем дегенде 2 миллион немесе 10-20% бастапқы жарна отбасы банкте бар болса, конкурс негізінде сіз наурыз бағдарламасы арқылы баспаналы бола аласыз. Биылдыққа өте жақсы бір өткен жолы жаңалық шықты. Енді наурыз жұмыскер бағдарламасы аясында 500 миллиард теңгеге дейінгі қаражат бөлінді, яғни биыл 500 миллиард теңгеге дейінгі суммада азаматтар баспаналы болады, және келесі жыл 2026 жылына да бұл бағдарламаға бөлінетін қаражат 500 миллиардқа дейін өсті. Енді салыстырмалы түрде биыл шамамен 300-350 миллиард теңге ғана болатын, ол өте жақсы өсім. Сондықтан осы екі бағдарламаны негізге алып баспаналы болуға болады. Менің биыл наурыз ипотекалық бағдарламасы аясында баспаналы болған ең жас оқырманым 18 жастағы студент қыз.
Астанадағы белгілі бір вуздардың бірінде оқиды. 16 жасынан бастап мама папасына отбасы банкте депозит ашып ақша жина дегенде туыстарынан естіп алғанда беріп атқан көрімдігім болсын, қандай ақшаның бәрін жинатқыза берген ғой. 18 жас биыл бірінші курс оқып жатыр. Сөйтіп бірінші курс оқып жатқан кезде бітірер алдында шамамен сәуір айында ипотекасын рәсімдеді. Мамасы әрине өзіне гарант болды, себебі ол кісінің доходы тек қана стипендия жетпейді ғой. Мамасы гарант болды, бірақ өзінің 18 жаста Астанадан бизнес класстан бір бөлмелі пәтері бар. Міне, сізге қандай мотивация керек, қымбатты радио тыңдаушы. Айта кетейік, баспаналы болғыңыз келсе деген тақырыпты талқылап отырмыз. Студияда спикеріміз Ұлан Дәулетқали. Қоятын сұрақтарыңыз болса 8700-101-4000 нөмірінің WhatsApp желісіне жолдаңыздар. Қазір ән тыңдайық, әннен кейін эфирге қайта ораламыз. Рух пен жүрегінде өскенде кеңістікте киеленеді. Эфирде болмысқа бойлайтын уақыт. Киелі кеңістік хабары. Дәл солай, қымбатты тыңдаушы, эфирде киелі кеңістік бағдарламасы. Микрофон алдында Дилбар Ерсайынқызы және бүгінгі баспаналы болғыңыз келсе тақырып аясында сұрақтарымызға жауап беріп отырған эксперт маман Ұлан Дәулетқали. Және тыңдаушыдан келіп түскен келесі сұраққа көшсек, көп балалы анамын, маған қай бағдарлама тиімді болады дейді. Жалпы көп балалы отбасыларға, тек қана аналар емес, әкелер де көп балалы, әкелер де баспаналы болады. Елімізде өте жақсы бағдарлама бар. Енді оның атауы қазір тұрғын үй тұжырымдамасы деп өзгеріп кеткен, бірақ бұған дейін болған бақытты отбасы 2020 ипотекалы бағдарламасының аясындағы ипотекалы бағдарлама. Атауында тұрғандай бастапқы жарна 10%, жылдық үстемақысы бар болғаны 2%, ол Қазақстандағы ең пайызы төмен ипотекалы бағдарлама. Максималды ипотека мерзімі 19 жылға дейін ипотека рәсімдей алады. Бұл бағдарламаның тағы да бір қолайлы тұсы, сіз бастапқы жарнасында ипотека рәсімдей аласыз. Мысалы үшін бақытты отбасы бағдарламасына қатысасыз, 2020 деп қазір аталады. Конкурсқа өткеннен кейін сіз жергілікті әкімдіктен тұрғын үй сертификатын алуға құқылысыз. Яғни акиматқа жазасыз. Көке, менің осындай 4-5 балалы отбасымыз. Айлығымыз осындай. Біз конкурстан өттік, бастапқы жарнамыз жетпей тұр. Бізге сертификат бер десе, жергілікті әкімдікте тұрғын үй сертификаттарына қарастырылған қаражат бар болса, сізге қайтарымсыз 1,5 миллион теңгеге шейін сертификат береді. 10% бастапқы жарнаны. Егер де қайтарымсыз сертификаттар таусылып қалса, жылдық үстемақысы 0,1% ғана қайтарымды сертификаттар ұсыналады. Сондықтан көп балалы отбасыларға номер 1 бағдарлама ол 2-10-20. Ол бағдарламаға қатысу үшін не істейміз? Бірінші кезекте сіз міндетті түрде тұрғын үй кезегінде бар болуыңыз тиісті. Және тұрғын үй кезегінде сіздің статусыңыз көп балалы отбасы болу қажет. Екінші, сіз өзіңіздің тұрғылықты мекен жайыңыз бойынша болатын отбасы банк ұйымдастыратын конкурстарға қатысып отыруыңыз қажет. Елімізде ешкім келіп, Мырқымбай, Бәтима, сендердің 4 балаларың бар екен ғой, бізде жақында конкурс болады, баспаналы бол деп ешкім итермелемейді. Өзіңіз жанып тұруыңыз керек. Өзіңіздің бәлкім қалаңызда, бәлкім ауданыңызда конкурс қашан басталады, соның барлығын біліп жүріп, конкурсқа қатысу керек. Конкурсқа қатысу барысында бастапқы жарна 0 теңге жеткілікті. Депозитті ашасыз, кім көп балалы ана болып кезекте тұр. Сол кісінің атынан баспана маркет сайтына кіресіз, өтінім жібересіз, күтесіз. Өттіңіз ба, акиматқа бар бастап жарнаға заявление жаз көресіз. Берсе күшті, бермесе түгетпейді. 1,5-2 миллион теңге бастап жарнаңыз таптыңыз да баспаналы болдыңыз. Бұл бағдарламаның маған ұнайтын ең керемет тұсы үйлер дайын ремонтымен. Яғни жөндеу жұмыстарын жасауға басыңызды қатырмайсыз. Және Қазақстан бойынша 1 шаршы метріне шаққандағы үйдің бағасын бекітіп тастаған. Қателеспесем, ең максималды үйдің бағасы шаршы метріне 240 мың теңге ғана. Басқа өңірлерде тіпті 180 мың, 170, 160 мың теңге шаршы метріне таза үледе берілетін пәтерлер бар. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы бойынша көптеген өңірлерде бағдарламалар болып жатыр. Тұжырымдама деп аталады. 2-10-20, 5-10-20. Мысалы үшін Алматыда басталды, Алматы облысында басталды, Шымкент қаласында, Түркістан облысында, Солтүстік Қазақстан облысы, Қостанай, Қарағанды. Яғни өзіңіздің өңіріңізді қарап, кезекте бар болсаңыздар, бағдарламаға қатысыңыздар, сәттілік. Ол үшін мүлде кісінің атында үй болмау керек. Соңғы 5 жыл. Елімізде жеңілдетілген ипотекалы бағдарламаны отбасы банкпен алғыңыз келсе, автомат түрде соңғы 5 жыл үй болмауы тиісті дейтін бір ғана нұсқалық.
міндетті түрде қарайды. Бұл кісі жай ғана көп балалы ана емес екен, жалғыз басты анам қамқоршысынан айырылған. Көп балалы ана Ана ретінде кезекке тұрғаны тиімдірек. Себебі елімізде жалғыз басты аналар дейтін статус 2020-ға жатпайды. Және де бұрындары көп балалы ана ретінде кезекке тұрып қойса, ол кезегін қайтадан жаңартудың қажеті жоқ. Қазіргі конкурстарда бір ғана заңдылық. Кім кезекке ертерек тұрды, сол бірінші баспаналы болуы тиісті. Сондықтан бұл радио тыңдарман шамамен 2018-19 жылдары тұрғын үй кезегіне тұрса, онда биыл баспаналы болу ықтималдығы жоғары. Биыл өзіңіз өңіріңіздегі конкурсқа қатысыңыз. Табыс көзін растап баспаналы болыңыз. Келесі сұрақ келіп түсті. Ассалаумағалейкум. Әскери баспана бағдарламасы қашан іске асырылады дейді. Әскери баспана бағдарламасын мен өзім күтіп жүргеніме ұзақ уақыт болды. Себебі мен өзім отбасым әскери отбасынан шыққан. Мен әкем әскери адам, туған ағам әскери, жездем әскери, анам әскери қызметкер болған. Жалпы әскери қызметтің өмірлерінің қиындығын түсінемін. Сондықтан оларға тиімді бағдарлама қажет деп бұрыннан бері айтып жүрмін. Ол бағдарлама күшті бағдарлама болған. Әскери баспана 15-8 деп аталатын, бастапқы жарнасы 15%, жылдық үстемақысы 8%. Сөйтіп ол бағдарлама жоқ болып кетті. Қазір таңда әскери баспана тек қана 50-50 дейтін бағдарлама болды. Сіз бастапқы жарна 50%-ын саласыз, 6%-мен ипотека аласыз. Өткен жол тағы да бір сүйінші жақсы хабар болды. Отбасы банктың басшысы төрайымы Ләззат ханым өзінің Instagram аккаунтында ресми жаңалық салды. Бұйыртса қараша айында 7000 отбасы баспаналы болатын әскери бағдарлама ипотекалық бағдарламасы қайтадан іске қосылады. Менің күтетінім, енді ол жақтары шарттары шыққан жоқ, белгісіз, бірақ менің күтетінім бастапқы жарна 15-20% деңгейінде сақталып қалуы тиісті. Себебі әскери қызметкерлер бізде көбінесе отбасы үлкен азаматтар, 3-4 тіпті 5 балалы отбасылар көп. Олар бөлме саны көбірек үйді қажет етеді. Және екінші менің күтетін жылдық үстемақысы 8-10% аралығында ғана болса, нұр үстіне нұр болатын еді. Әскери баспана бойынша қайталап айтамын, қараша айында толық ақпарат шығады, бірақ қазіргі бар ақпарат 7000 отбасы баспаналы болады және алғашқы нарықтан да қайталама нарықтан да баспаналы бола аласыз. Ол керемет мүмкіндік. Ешқандай мемлекеттік жеңілдетілген ипотекалық бағдарламалар облыс орталықтарынан және республикалық маңызы бар 3 қаладан вторичка, яғни қайталама нарықтан ұялға мүмкіндік бермейтін әскери баспанада сондай мүмкіндік болады. Сондықтан бүкіл әскери қызметшілерге құлақтарына алтын сырға, қарашаны күтіп, несиелеріңіз бар болса максималды түрде азайтып табыс көзін растауға дайындалып жүріңіздер. Келесі сұрақты оқиық. Менің табысым ресми емес, бірақ тұрақты. Сонда да ипотека рәсімдей аламын ба? Ипотека рәсімдеу барысында табыс көзін растау міндетті. 99% жағдайда сіз табыс көзін растайсыз, тек қана 1% растамайсыз. Ол сіздің бастапқы жарнаңыз 50% болса. Осы нәрсені мен түсінбеймін. Маған енді күніге бір жоқ дегенде 6-7 адаммен сөйлесемін. Бәрі айтады, ұлан менің ресми табысым 85 000 теңге. Мен ресми табысым жоқ, бірақ тұрақты табысым бар деп. Ипотека алғың келеді ма? Банкке табыс көзіңді растағың келеді ма, көке? Онда ресми түрде жұмысқа орналас. Ана жұмыс берушің айт, мен Мырқымбай Бәтима үй баспаналы болғым келеді, маған бастапқы жарнам бар, табысым жетпей тұр деп пенсионыңызды жүргізтіңіз заңды түрде. Андай ғой, біз салық төлеуден қорқатын сияқтымыз бар ғой, көбінесе ойлаймыз. Біз салықты тек қана ипотека рәсімдейтін кезде ғана пенсионға төлегіміз келеді, одан басқа уақытта адам өзіне салса төлемейді. Сондықтан мен ондай нәрсеге қарсымын. Ресми түрде жұмыс істейсіз ба, жұмысты заңдастырып, табыс тауып отырса салығыңызды төлеңіз, зато ипотека рәсімдеу барысында ешқандай қиындық туындамайды. Жәнегі сұрақ қойған радио оқырманға айтарым, 50% бастапқы жарнамен, жоғары пайызбен ғана ипотека аласыз. Басқа ешқандай жолы жоқ. Сондықтан дұрысы жұмыс берушімен сөйлесіп, заңдастырып, жұмысқа тұрып, 6 айдан кейін табыс көзін растап ипотека алған сізге қайда тиімдірек болады. Тағы бір сұрақ, жаңа емес, ескі пәтер сатып алғым келеді дейді. Қай бағдарлама бұл жағдайда тиімді? Және айтқаны, вторичка қайталама нарық деген ескі пәтер деген. Қайталама нарықтан үй алатын отбасы банкте бізде тек қана 50-50 бағдарламасы. Енді бұл Астана қаласының радио тыңдарманы деп ойлаймын. Астана қаласын айтатын болсақ, 50-50 ипотекалық бағдарламасы, әскери баспана жақында қосылатын ипотекалық бағдарлама болды. Отбасы банк басқа жағдайда сізге қайталама нарықтан үй бермейді. Ал екінші деңгейлі басқа банктерде мен бағана біздің радио хабарламамыздың басында айттым, жақында ғана қайтадан іске қоса бастады. Бастапқы жарна 20% салсаңыз, жылдық үстемақысы 21%-пен ғана үй аласыз.
Сондықтан егер де өзіңіздің тұрып жатқан үйіңіз бар болса, бәлкім ойланып көруге болады. Егер де өзіңіз тұрып жатқан үйіңіз жоқ болса, мен онда қайталама нарықтан үй алу қаншалықты тиімді екенін түсінбеймін және кеңес бермейтін едім. 50% жоқ болса, қажет емес. Рахмет. Ипотека рәсімдеуде көпшіліктің жіберетін қателіктері қандай? Ипотека рәсімдеуде көпшілік азаматтардың жіберетін қателігі ол банктың комиссиясын есепке алмайды. Мысалы үшін кез келген банк ипотека рәсімдеу барысында өзінің қарызды ұйымдастыруына деген секілді комиссиялары бар. Соған міндетті түрде қарау қажет. Екінші, ипотека рәсімдеу барысында азаматтардың 90%-ында жіберетін ең басты қателік переплатаны бірден есептей салады. Мысалы үшін 7-20-20 бағдарламасы аясында сіз 25 миллион теңгені үйін алатын болсаңыз, ай сайынғы төлемі 141 мың теңгеден шығады. 25 жылда сіздің переплатаңыз шамамен 22 миллион теңге. Маған бір көкем айтады, осы 2023 жылы ипотека рәсімдеген кездегі жағдай, алматылық оқырманға үй алдық 7-20-20 бағдарламасымен. Ол кісі ура, ұлан айына 142 мың теңге ғана төлеймін деп келесі маған звондап айғайлады. Бір жарты сағаттай. Ұлан, сен қандай ақымақ адамсың, сені кім айтты, сені ипотекалық бағдарлама түсінеді, сен бізге 20 миллион үйіне 42 миллион теңге переплата қосатын ипотекалық бағдарлама тауып бердің деп. 25 жыл переплатаны санаған ол қате. Сіз 25 жылда сіздің айлығыңыз неше есе өсетіні белгісіз. Үйіңіздің бағасы неше өсетінін білмейді. Және де кез келген ипотекада мерзімінен бұрын 3 өтеу функциясы бар. Сөйтіп ана көкемізге айттым, аға, тынышталайық, сіз маған бір жылдайын хабарласыңыз, мына ипотеканы төлей беріңіз, 1 миллион теңге жинап келіңізші дедім. Сөйтіп ағамыз әрең дегенде ашуын басып, жеңгеміз бір жылдайын келді, 1 миллион теңгені ипотеканы мерзімінен бұрын 3 өтеу арқылы біз ипотека мерзімін 24 жылдан 19 жылға шейін бірақ қысқарттық. 1 миллион теңге құю арқылы переплатасы 22 миллионнан 15 миллионға шейін бірақ азайды. 1 миллион құю арқылы. Сондықтан ипотека рәсімдеген кезде ең маңыздысы бір ғана нәрсе, ол ипотекалық төлемді отбасылық бюджет көтере алады ма, жоқ па? Көтере алады ма? Ипотека рәсімдеңіз. Ол 1 жыл болмасын, 2 жыл болмасын, 3-4 жылы оны мерзімнен бұрын жабуға мүмкіндігіңіз міндетті түрде туындайды. Егер де көтере алмайсыз ба, онда ипотека рәсімдемеңіз. Переплатаны ешқашан бірден санау қателік, ол топ 2 қателік. Және үшіншісі, ипотека рәсімдеу барысында ол пәтер таңдаған кезде кетіретін қателік. Енді бұл ипотека банктік емес, пәтер таңдаған кезде мен үнемі айтам, өзімнің оқырмандарыма айтам, үй таңдаған кезде ремонтқа қарамаңыздар. Сіздің үйіңіздің сапасы нашар болып, ішіне тіпті алтыннан алып жиһаз қойып қойса да, ол бәрібір сапасыз үй болып қала береді. Мысалы үшін эконом сегменттегі үйге бизнес класстың ремонтын жасап қойсаңыз да, ол бәрібір үйдің өзі эконом сегмент болып қала береді. Өз-өзіңізді алдау қажет емес. Сондықтан үй алатын кезде мән беретін нәрсеміз ол үйдің сапасы, салған құрылыс компаниясының беделі қандай және де орналасқан жері. Ремонтқа мүлде мән бермейміз. Себебі ремонттың жыры бізде өте жеңіл. Қазекеңдер той болатын болса, үйде бірінші кезекте ремонт жасайсыз, сондықтан 1-2 жылда міндетті түрде өзіңіз-ақ ремонт жасап аласыз. Тек қана қараймыз үйдің сапасына ғана. Болды. Осы 3 қателікті айтатын едім. Енді ипотекаға қатысты лайфхактар. Ипотекаға қатысты лайфхактар өте бір күшті лайфхак бар, оны көптеген азаматтар қолданбайды. Егер де сіздің ипотекаңыз бар болса, ағымда ипотекаңыз бар болса, сіз айлық табысыңызды өсіріп алуға мүмкіндігіңіз бар. Яғни бізде елімізде заң бар. Еңбек қатынастары кодексінде қателеспесем 342 мен нақтысын айтпай қойын енді, бірақ бар ипотека төлейтін азаматтар ИПН салығын азырақ төлейді. Мен өзім 2022-2024 жылдары мемлекетте жұмыс істеген кезде менің айлық табысым ай сайын сол ИПН салығын азырақ төлеу себепті 15 мың теңгеге көбірек түсіп отты. Былай қарап тұрсаңыз көп сума емес, бірақ бір жылға шақсаңыз ол 180 мың теңге. Уже үйге кішігірім телевизор алуға мүмкіндік бар. Ал егер 10 жылға шығатын болсаңыз, ол тіпті 1 миллион 800 мың теңге деген секілді ғой. Сондықтан ең бірінші лайфхак, міндетті түрде ипотекасы бар азаматтар ертең бухгалтерияға барып, ИПН салығын азайтуға өтінім жазу қажет. Екінші ең тиімді лайфхак, ипотека рәсімдеу барысында ипотекасы бар азаматтарға ол бағана мен айтқан ипотеканы мерзімінен бұрын 3 өтеу. Өте күшті функция, оны көп азаматтар қолданбайды. Өткен жолы бізде бірнеше
кәсіпорындарға барып мастер-класс өткізген кезде барлығын айттым. Арасында бір ер жігіт өтті, жасы 29-да, 15 миллион теңгені үйін алған, банкке қайтаратын жалпы переплатасы өзінің қарыз алған 15 миллион қосқан кезде 54 миллион теңге ана сұмдық. Мен айттым, көке, сіз 54 миллион теңге қайтарсаңыз неңіз қалады? Ол кісі сол кезде айтады, мен 54 миллион қайтарады екен ғой деп. Сөйтіп ана жерде тақтаны алып сызып 1 миллион теңге құятын болсаңыз, переплатаңыз 54-тен 48 миллионға шын бірден азайып десе, ана кісі көзі банкі. Сөйтіп ипотеканы мерзімінен бұрын 3,5 өтеу функциясын қолдану қажет. Ол өте күшті нәрсе. Осында 2 күшті лайфхак бар. Осы жерде сұрақ, оны қай кезде, алғашқы 3 жылда ма, алғашқы 5 жылда ма, әлде бәрібір ма? Қай сіздің ипотекаңыздың пайыздық үстемақысы жоғары болса, бастапқы мерзімде жасағаның сізге тиімдірек. Кейбір ипотекалық бағдарламалар болады, ипотеканы мерзімінен бұрын 3,5 өтеу мүлде тиімсіз. Себебі ол жақта бір ғана нәрсеге мән беру керек. Бізде елімізде инфляция коридоры дейтін түсінік бар. Яғни жалпақ тілмен айтқан кезде сіздің ақшаңыз жыл сайын қанша пайызға құнсызданады деген секілді. Мен оны инфляция, пайыз деп адам басын қатырмай, жалпақ тілде, қарапайым тілде өзім оқырмандарыма былай айтамын, эфирде отырамын да, көке, ипотека ал. Ипотеканың жылдық үстемақысы отбасы банкке қатысы жоқ бұл жерде. Екінші деңгейлі басқа банктер. 10%-дан жоғары ма, ЧДП жасай бер. ЧДП деген сол частично досрочное погашение, қазақшасы мерзімінен бұрын 3,5 өтеу. 10%-дан жоғары ма, ЧДП жаса. 10%-дан төмен ме, тиіспей қой. Ол саған бәрібір тиімді. Егер де жоқ, мен өзімді қынжылтады, мен ипотека төлегім келмейді дейтін ішкі бір түйсік болса, жасай бер әрине. Онда өзің срогын қысқартып аласың. Ал егер де сенің жалдамалы пәтеріңде бәрібір де сен жалдамалы адамдарың тұрады, ол ипотека саған ешқандай бір ауыртпашылығы жоқ, балаң бәрі 2-де 3-те 18 толған кезде баспаналы болу дейтін мақсат болса, жаппай қой. Лучше оны жабатын ақшаңды ал да екінші ұялға жұмса деймін. Отбасы банкте мемлекеттік бағдарламалар 2-10-20, 5-10-20-да ЧДП мүлде тиімсіз. Себебі ол жақта 2% 5% ол таза тегін үй деп айтсам болады. 50-дөйлі ипотекалық бағдарламасы мен ипотекалық оқырмандарға мен ұрсамын ЧДП жасаса, көке артық ақшаң бар ма, не үшін банкті байытасың? Оданша екінші үйге ақша жина, үшінші үйге ақша жина деп. Ал жылдық үстемақысы отбасы банк үшін 9%-дан жоғары ипотеканы мерзімінен бұрын 3,5 өтеу тиімдірек. Яғни ол бағдарламаларға кіреді бізде. Наурыз бағдарламасы кіреді, бағана мен айтқан, жасыл ипотека бағдарламасы кіреді, ұмай бағдарламасы кіреді, және менің жеке пікірім бойынша әскери баспана бағдарламасы да осы бағдарламалардың қатарын толықтырады ау. Себебі пайыздық үстемақысы сәл жоғары болатын сияқты. Тыңдаушымыздан сұрақ келіп түсті. Тағы да ассалаумағалейкум, бір пәтерім бар дейді. Тағы да пәтер алғым келеді, қандай бағдарламамен немесе қандай жолмен алған тиімді дейді. Бір пәтерім бар, енді екінші пәтерді ол болашаққа алу дейтін жоспар болса, енді жалпы мен байқағаным, бұл салада жүргеніме биыл желтоқсан айында 5 жыл болады екен. Кеше ғана бастаған сияқты едім. 5 жыл болады екен. Бір баспанасы бар азаматтарға екінші үйін алу, үшінші үйін алу ешқандай қиындық тудыртпайды. Ең қиын осы бірінші үйді алу ғой. Бұл кісіге ұсынатыным, егер де сіз 2 бөлмелі пәтеріңіз бар, 3 бөлмелі пәтер алғыңыз келсе, онда мен өзінің 2 бөлмелі пәтерін сатып барып, тиімді ипотекалық бағдарламаларға ақшасын салуды ұсынатын едім. Себебі маған келетін азаматтарда бір қателік бар. Ұлан, мен 2 бөлмелі пәтерде тұрам, бірақ сол 2 бөлмелі пәтерді сатқым келмейді, 3 бөлмелі пәтер алғым келеді дейді. Оны көке қалай төлейсіз? 21% қой. Платежкасы 500-600 шығады десе, ой, мен ана үйді аламды жалға беремін, сосын бүйтіп әйтеуір нәрсе төлемей қойшы деген секілді қате пікір ол. Егер өзіңіз 2 бөлмелі тұрып, 3 бөлмелі көшкіңіз келсе, одан ана бірінші пәтеріңізді сатып жіберіңіз. Ал егер де сіз өзіңіз 3 бөлмелі пәтерде тұрасыз, болашаққа 1 бөлмелі пәтерлер алу жоспарда болса, онда нарықтағы кез келген ипотекалық бағдарламаны қолдана беру керек. Алғашқы нарықтан. Себебі сіз ол пәтерді болашаққа аласыз ғой. Болашаққа пайда табу барысында алатын пәтерлеріңізді құрылыс компаниясынан алған тиімдірек, себебі ол баға өседі. Ал сіз Мырқымбайдан 2013 жылғы үйін алатын болсаңыз, қазір 30 миллионға. Ол 2030-да да сол 30 миллион айналасында ғана болады, ол қатты өспейді. Ал құрылыс компаниялары бізде жаңа үй түскен жақта бізде жаңа аудан. Жаңа ауданда жаңа инфрақұрылым барады. Жаңа инфрақұрылым деген жаңа азаматтар, сондықтан үйдің бағасы да жақсы өсетін болады. Болашаққа ақшамды көбейту мақсатында дейтін 1 бөлмелі пәтер алу жоспарда болса, құрылыс компаниялары ұсынған кез келген ипотекалық бағдарламамен баспаналы болуды ұсынатын едім.
яғни перспективаға қарау керек дейсіз ғой болашаққа. Міндетті түрде болашағы. Қате пікір бізде халық арасында мен золотой квадраттан үй алуым керек, ойбай экспода тұруым керек, ойбай ботаникалық саябақта тұруым керек дейтін ол қате түсінік. Көке, сен қазір ботаникалық саябақтан шамамен 45-50 миллионға 2-ақ бөлмелі пәтер аласың. Не істейсің ол 2 бөлмелі пәтерді? 1 жыл тұрасың, 2 жыл тұрасың. Оданша жаңа ауданға бар да, сол суммаға 4 бөлмелі пәтер алшы. Ол аудан Астана дейтін өте жылдам өсіп жатыр. Тіпті мен өзім Астанаға көшіп келген, енді оқуға түскен жылы ғой көшіп келген дегенде. Мен өзім Астанаға оқуға түскен жылы Астана бітетін жері Сауран көшесі болатын. Арғатай түк жоқ болатын. Мен әке шешем көшіп алып келген кезде айтатын: "Мама, папа, ойлаңыздаршы, бізді мына жаққа айдалаға университетте оқимын, студентпін, автобуспен алып келеді, Астана арена десе біз қорқатынбыз. Біз басқа қалаға бара жатырмыз ба?" деп. Қазір Астана арена дейтін Астананың кез келген жерінен бір жарты сағат, 1 сағаттан жететін жер. Сондықтан қорқудың қажеті жоқ. Адамдар көп шоғырланған золотой квадраттан квадратурасы аз пәтер алғаннан қарағанда жаңа ауданға салынып, бөлмесі кеңірек, жылы жаңарақ үй алған қайда тиімдірек болады. 50-50 бағдарламасы бойынша міндетті түрде 6 ай отбасы банкінде ақша жату керек пе депті бір тыңдаушымыз. Егер де отбасы банктен депозитіңізді дәл қазір ашатын болсаңыз, онда опыңыз 5-ке толғанша 6 ай жатуы тиісті. Ол отбасы банктың талабы. Түсінікті. Опын туралы шағын айта кетіңізші. Ол не опы деген? Қазір бізді тыңдап отырған тыңдаушымыз бәлкім білмейтін шығар. Опы дейтін негізі сонау мен өзімнің бағана айта кеткен Дәулет Төлеутайұлы бастап жүрген кездегі оценочный показатель дейтін аббревиатураның қысқартылған түрі опы. Мен 2020 жылы блог жүргізе бастаған кезде оны қазақшалап бағалау көрсеткіші БК деп айта бастадым. Сөйтіп эфирде енді қазекеңдер жақсы ғой сөзге шешен. БК деп айтып жатсам, "Ұлан, неме байдың қатын деп айтып жатсың ба?" деп мен бір ұялдырған кезі болған. Сосын қой онда больше БК дейтін сөз айтпай қойын. Халық аузынан жаттанды, опы болып қала берсінші дедік. Сөйтіп опыға байланысты қазір заманауи мақалда бар, опы түсінбеген опық жейді дейтін деген. Сөйтіп опы болып жаттанды болып кетті. Опы деген сіздің жатқан ақшаңызға отбасы банктың беретін бағасы. Сіз мектепте сабақ оқыған кезде сабақты күшті оқысаңыз сізге 5 қояды, сабақты оқымайтын болсаңыз 2 қояды деген секілді. Біздің сабақ оқитынымыз ол отбасы банкке ақшаны уақытылы салып отыруымыз. Мысалы үшін көлемінен бұрын уақытылы және көлемі екеуі де маңызды. Мысалы үшін бізде отбасы банктың менеджерлары, енді консультанттар деп дұрысырақ болатын шығар, депозит ашу барысында біз ақпаратты бүйтіп ұзын ақпарат тұрса, өзімізге тиімді жерін ғана жаттап алған секілдіміз. Мысалы үшін белгілі бір кәсіпорынға отбасы банктың консультанттары келеді, айтады: "Марқымбай, сен 3 жылда үй алғың келеді ме? Отбасы банкке алды, осынша суммадан ақша жинап отыр" дейді. 50% жинау керек, осынша міндет салып отыру керек дейді. Маңызды емес Марқымбай мырзаға. Марқымбай мырза сақтады, 3 жылдан үй аламын, ақша жинап отыр, болды. Сөйтеді Марқымбай дейтін алады да, айына консультант бізге 100 мыңнан сал десе, Марқымбай 15 мыңнан, 5 мыңнан салып келе жатады да, 35-ші айда есіне түседі ана консультант айтқан: "Мә, ертең 36 ай болады екен" деп үлкен сумма салып жүрген ешқандай пайда жоқ. Себебі біз уақыт артқа жылжыта алмаймыз. Сондықтан опыңыз күшті болғыңыз келсе, былай істейсіздер, өте керемет лайфхак, телефонды қазір қолдарыңызға алыңыздар. Үйдің бағасын аласыздар да, армандаған үйіңіздің бағасын алып, сіз де алыңызшы. Мысалы үшін, үйіңіздің бағасын аласыз да 72-ге бөлесіз. 72-ге бөлген кездегі шыққан сумманы ай сайын салып отыратын болсаңыз, сіз отбасы банк үшін бестікпен оқитын, алтын белгімен оқитын ең үздік оқушы боласыз. Үйіңіздің бағасын 72-ге бөлесіз, сол сумманы айма-ай отбасы банкке толтырып отырсаңыз, сіз шынымен де 3 жылдан кейін табыс көзін растамай, кез келген бірінші деңгейлі қайталама нарық болсын, алғаш нарық болсын, кез келген үйді ала бересіз, кез келген қаладан 5% Ал егер де осылай жинамайтын болсаңыз, сіз онда уже отбасы банк үшін отличник емессіз. Сіз дайын болуыңыз керек. Так мен 4-пен оқимын ба, яғни отбасы банк маған кей кезде ұрсып қоятын болады. Басынан салып жер мүмкін указкамен деген секілді, басынан салып жер деген сөз. Отбасы банкте бір жақсы неме бар. Сіздің опыңыз толмаса, банктың пайызы үйдің толық құнына есептеледі. Адамдар айтады: "Ой, отбасы банк тиімсіз, үйдің толық құнына пайыз есептейді". Қаржылық сауаттылық ол бұл жерде айналып келген кезде. Егер де қаржылық сауаттылық тұрғысынан бастапқы 14-16 ай үйдің толық құнына пайыз төлегеніңіз түк етпейді. Зато кейін ол тиімдірек болады деген секілді.
түсінікті. Ал Алтай жинайтын 50-50 бағдарламасына Жоқ, 50-50-де сіз дәл бүгін 50% салсаңыз, ал ақша Алтай жату керек. Сіз қазір депозит ашып қойып, ішіне 10 мың, 6-шы айда барып 50%-ын салсаңыз, тағы Алтай күтуіңіз керек болады. Міне, қымбатты тыңдаушымыздың сұрағына толық жауап бердік. Бүгінгі баспаналы болғыңыз келсе тақырыбының қорытындысын жасайық. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні. Сонымен Ұлан Дәулетқали мырза, қазір бізді тыңдап келе жатқан баспаналы болғысы келетін тыңдаушыларға нақты 3 кеңесіңіз. Бірінші кеңес, мен эфирді бастаған кезде айттым, баспаналы болудың ешқандай сиқыры жоқ, ешқандай керемет бір секреті жоқ. Бәрімізде 2 қол, 2 аяқ, бәрімізде сол күнге берілетін 24 сағат уақыт. Ешкім келіп Марқанбайдың құлағына, Ұланның құлағына, Шәмілдің құлағына, Бекарастың құлағына сыбырлап кетпейді. Ұлан мынандай күшті бағдарлама бар екен, жоқ. Басты бір ғана секрет, ол ақша жинау керек. Болды. Жина. Содан сол кезде ғана үй алуға нақты қадамға тұрасыз. Бірінші кеңесім ақша жинау керек. Екінші кеңесім пайызбен дос болыңыздаршы. Процент деген нәрсені үйрену қажет. Мен өзім жалпы блогты бастаған жылдан бері қазір таңға дейін шүкір елімізде қаржылық сауаттылығы өте жақсы артты. Бірақ сонда да әлде пайыздың астарын түсінбей жатқан азаматтар әлде жетерлік. Сондықтан пайызбен дос болыңыздар. Пайызбен дос болған кезде андай қарапайым 100 мың теңгені 10%-ын табу дейтін пайыз емес, банкте ол жақта сложный процент дейді ғой, яғни күрделі пайызбен дос болуды ақырындап үйретуіміз керек. Және үшіншісі, ол енді отбасыларға емес, отбасылар тәрбиелеп отырған балаларына деген бір көзқарасқа айта кеткім келеді. Балаларыңызға бала кезден бастап қаржылық сауаттылықты үйретіңіздер. Сол кезде олар 18 жастан асып өз отбасын құрған кезде, өзінің кіші мемлекеті болған кезде, сіздің қазіргі бәлкім басыңызда өтіп жатқан қиындықтар ол баланың басында болмайды, егер де қаржылық сауаттылығы қазірден бастап қалыптасатын болса. Сондықтан қаржылық сауаттылықты бала кезден қалыптастыруды біз қоғамның бір заңдылығына айналдыруымыз тиісті деп ойлаймын. Рахмет. Қымбатты радио тыңдаушы, әрине біздің кешегі жасаған әрекеттеріміз ол бүгін нәтижесін беріп жатыр. Егер бүгіннен бастап үй аламын деген арманыңызды нақты мақсаттарға, іс-әрекеттерге айналдырсаңыз, міндетті түрде баспаналы болу бақытына ие боласыз. Әр шаңыраққа құт береке тілейміз. Киелі кеңістік бағдарламасында қонақта болған Ұлан Дәулетқали Instagram парақшасына тіркеліп қойыңыздар, және сол жерде түрлі лайфхактар бар, білім бар деген сияқты. Білім бар жерде ілім болады, ілім бар жерде адам еш қиналмай мәнді, сәнді ғұмыр кешетіні сөзсіз. Киелі кеңістік бағдарламасын жүргізген Ділбар Ерсайынқызы, сау болыңыздар.